Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы Ақтөбе филиалының даму ұстанымдарының негізін қалайтын жаңаруға ұмтылыс рухани жаңғыру болып табылады. Филиалдың 5 басымды қызметі анықталды. Оқу әдістемелік, ғылыми әдістемелік, инновациялық, редакциялық баспа қызметі, халықаралық серіктестіктің дамуы және имидждік. Оқу әдістемелік жұмыс облыстың педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру көрсеткіштерін орындауға бағытталған. 2017 жылы жалпы 5820 педагогты қамтыған 220 курс, оның ішінде 94 жаңартылған, 5 деңгейлік, 35 қысқа мерзімді, 82 ақылы курстар өткізілді. Өрлеуге 5 жыл толуына орай жаңа жобалар бастау алды. 55 педагог blended learning аралас оқыту тәртібінде біліктілігін арттырса, 36 педагог пәндік тілдік курстардан, 141 педагог робототехника курстарынан өтті. Курсаралық және курстан кейінгі кезеңде ұйымдастырылған жұмыстар 1528 пән мұғалімдерін қамтыған 50 оқыту семинарлары ақылы түрде өткізілді. 126 семинар, шебер кластар өткізіліп, оған 5111 облыс педагогтары қатысты. Ғылыми әдістемелік және инновациялық бағытта институт ұжымы біліктілікті арттырудың жаңа моделі жағдайында педагогикалық қызметті критериалды бағалау жүйесі бойынша жұмыс жасады. Бүгінгі күні 5 облыстық эксперимент жүргізілуде. 2 жаңа жоба басталды. 40 білім беру ұйымының 360 педагогі ғылыми зерттеушілік қызметпен айналысты. Мақсатты бағдарланған және грантты қаржыландыру байқауына қатысу үшін 3 зерттеуші топтың жұмысы белсендірілді. 6 ашық инновациялық алаң жұмыс жасап, ғылыми бағытта 45 іс-шара өткізілді. Оған 2653 педагог қатысты. 212 ғылыми және әдістемелік сипаттағы мақала, индексі бар журналдарда 10 мақала жарияланды. Редакциялық баспа жұмысы білім беру кеңістігінде жағымды имидж қалыптастыруға бағдарланған. 2 республикалық әдістемелік журналда облыс педагогтерінің тәжірибелері жарияланып, 9 оқу әдістемелік құралы мен 2 әдістемелік нұсқау шығарылды. Институт үшін бұқаралық ақпарат құралдарының барлық деңгейлерімен тығыз байланыс жасау маңызды болып табылады. 2017 жылы республикалық арнада 4 сұхбат, облыстық арнада 29, интернет порталда 32 шығарылым болған. Білім беру саласындағы халықаралық серіктестік бойынша Ресей, Беларусь, Германия, Финляндия елдерімен 10 келісім шарт жасалды. Филиалдың 54 қызметкері Ресей Федерациясы және Беларусь Республикасының жетекші мамандарының авторлық курстарында оқыды. Филиалдың имидждік жұмысы 2 оқу аудиториясын, 2 филиал рекреациясының, пиар технологияны белсенді қолданушы кітапхананың имидждік дизайнын жүзеге асыруға бағытталған. Филиалдың жетістіктері ақпаратты жаңалықтар үшін 3 тілде жүзеге асырылады. Өрлеу менің жүрегімде республикалық фото конкурсында жүлделі 1-ші орынды иеленді. Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясынан шығарылған әдістемелік нұсқауда филиалдың жұмыс тәжірибесі енгізілді. Республикалық байқауға қатысқан 11 экспериментатор мұғалімдердің арасынан 3 оқытушы шынайы жеңіске жетті. Профессорлық оқытушылық құрамынан 41 сертификатталған тренер курстардың сапасын қамтамасыз етеді. Барлық оқытушылық құрамның ғылыми немесе академиялық білімі бар. Филиалда 5 серпінді жоба жүзеге асырылды. 6 ашық инновациялық алаңда орта техникалық және кәсіби білім беру мазмұнының жаңаруы мен коучинг мектеп аясында оқу мен оқыту стратегиясы бойынша мақсатты әдістемелік көмек көрсетілді. Институтта алғашқы педагогикалық мұражай ашылды. Филиалдың мобильді қосымшасы құрылды. Пресс Ақтөбе өрлеу жобасы бойынша сайтта 264 видео материал жарияланды. Табыс жолында STEM білім беру жаңа жобасы бойынша 7 STEM сабақ әзірленіп жинаққа енді. Филиал туралы қызықты фактілер. Институтта Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевпен өткен кездесуге 50 курс тыңдаушылары қатысты. 150 педагог туған жер республикалық форум аясында жерлес ғалымдармен кездесті. Кітап сыйла қайырымдылық акциясы аясында Ақтөбе қаласының 5 жаңа мектебіне кітаптар сыйға берілді. Және көп балалы патронатты отбасына 150 мың теңгенің сертификаты табысталды. Газ Роботикс Республикалық Федерациясымен бірге алғашқы облыстық креатив жобалар байқауы өткізілді. Латын қарпіне көшу бойынша облыс педагогтарымен 15 кездесу өткізіліп, 17 баспа материал жарияланды. Қазіргі таңда жаңартылған білім мазмұнын жүзеге асыратын Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының біртұтас желісінде кәсіби шеберлер мен пікірлес адамдар жүйелі жұмыс жасауда.